Саламатсыңдар ма балалар? Мен бүгін сендерге аю мен түлкі туралы ертегі оқып берейін. Баяғыда түлкі мен аю болыпты. Олар күнде балық аулайды екен. Бір күні оларға қыз келеді. Сәлеметсіңдер ме? Не істеп жатсыздар дейді. Кет қыз, сен шашың ода-дода, балықты қоқытасың дейді түлкі. Жоқ, бұл қыз ода-дода емес, ол бұйра дейді аю. Бір уақытта жел тұрды, қар жауды, қыз тоңды. Аю өз тонын қызға береді. Қыз үйіне келеді. Сен тонды қайдан алдың? Дейді мамасы. Аю берді, дейді қыз. Аю жақсы екен, оны қонаққа шақыр дейді мамасы. Аю қызға қонаққа келеді. Аю және қыз шай ішеді, балық жейді. Сосын қыз аюға үлкен балықтарды береді да, балықтарды балаларыңызға апарып беріңіз дейді. Рахмет дейді аю. Жолда аюдың алдынан түлкі шығады. Аю, сен балықтарды қайдан алдың? Бұйра қыз берді дейді аю. Түлкі қызға келеді. Бұйра қыз, маған балық берші, менің де балық жегім келіп тұр дейді түлкі. Қыз үндемейді, есікті ашпайды. Аю өте қу, бұйра қызды мақтап балық алды деп ойлайды түлкі. Бірақ аю қу емес еді. Аю өте қандай еді? Мейірімді еді. Әні балалар, көрдіңдер ма? Кейде қулық емес, мейірімділік қалды. Аю мейірімді болып, өзінің тонын бермегенде қыз жаурап қалатын еді. Аю соны береді. Соны білген қыз оған балық береді. Сол үшін сендер пайдасы тисе де, пайдасы тимесе де жақсылық жасап жүрсеңдер, сендерге о жақсылық кейін 2 еселеп, 10 еселеп қайтады. Жақсылық істеп, қасындағы үлкен кісілерге көмектесіп, жолдан өтуге көмектесіп, сумкасын апаруға көмектесіп жүрсеңіздер, олар сіздерге батасын береді. Ал батамен ер көгереді. Жаңбырмен жер, батамен ел көгереді деген содан қалған. Сол үшін балалар мейірімді болыңдар. Мейірімді болсаңдар, сендерге де жұрттың бәрі мейіріммен қарайды. Болды, осы бүгінгі ертегім.